Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай 15 минутта дайын болатын шелпектің рецептімен бөлісемін. Жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүтімізге 2 жұмыртқаны салып, және 2 ас қасық қант салып, және жарты қасық тұз салып араластырамыз. Еліктен өткен ұнымызды шетінен сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Илеп алған қамырымызды салафанға 10-15 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Тындырып алған қамырымызды осылайынан илеп созып, одан кейін бөліктерге бөліп аламыз. Менде барлығы 14 бөлік шықты. Бөліктерге бөліп алған осындай қамырларымызды шеттерін осылай дөңгелектеп, азғантай ғана ұн сеуіп, шетінен баса отырып, осылай жұқа қамырларымызды жайып шығамыз. Достар, менің каналымда басқа да түрлі выпечкалардың, ыстық тағам түрлерінің рецепттері бар, және алдағы уақытта басқа түрлі рецепттерді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыршаны басып қойды ұмытпаңыздар. Міне шелпектеріміз осындай әдемі болып, осындай қалыңдықта жайылуы керек. Барлық шелпектерімізді осылайынан жайып болғаннан кейін, қызып тұрған майымызға шелпегімізді салып, шелпегінің шетін осылайынан вилканың көмегімен баса отырып, барлығы жағын 10 секундтан аудара отырып, осылайынан пісіріп аламыз. Шелпектеріміз өте тез піседі. Барлық шелпектерімізді де осылайынан 10-15 секундтан екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Мінекей біздің шелпектеріміз пісті. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналыма тіркеліп, жандағы қоңыршаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы керемет рецепттермен бөлісіп отыратын болам. Сіздермен болған Ақмарал. Назарларыңызға көп-көп рахмет.